Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгін Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қоғамдық қоры Алматы қаласы, Алматы өңірі бойынша 100 отбасыға қайырымдылық азық-түлік таратып жатырмыз. Аллаға сан шүкірлер болсын. 100 отбасының 50-үні Магнум сауда орталығы беріп жатыр. Магнум сауда орталығына басшыларына алғысымызды білдіреміз. Қалған 50 отбасыны осы қазақ елі салып жатқан садақаларыңыз арқасында. Және де осы бүгінгі таңертеңге Аллахтың қалауымен 200 кило тауық етін қосымша мұқтаж отбасыларға бөлініп отыр. Алла Тағала ол кісілерге де Алла разы болсын. Сәлеметсіздерме? Осы Жаннатул Фирдаус қайырымдылық қорына үлкен рахметімді айтам. Алла разы болсын. Осы жерде жұмыс істеген ағаларға бәріне. Осы Наурызбай ауданының аналары көптеген көмектер беріліп жатыр. Смес берілді, көмір берілді. Осындай азық-түлік себеттерінде беріп тұрады. Енді шын айтқанда көптеген көмектер бар. Біз рахметімізді айтамыз. Аналар атынан көптеген алғысты білдіреміз. Осындай қорлардың барына аналардың бәрі риза. 2 аптада, 1 аптада келіп продуктымызды алып тұрамыз. Алла разы болсын сіздерге. Рахмет. Жаннатул Фирдаус ұйымына үлкен рахмет. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Биік шыңнан көре беріңіздер. Аман болыңыздар. К 30-летию независимости Республики Казахстан благотворительный фонд Жаннатул Фирдауси каждый год в течение всего периода, каждый месяц проводит акцию по раздаче продуктовых наборов для нуждающихся матерей. Мы работаем несколько лет с этим общественным благотворительным фондом. Они активно оказывают помощь нуждающимся, проводят различные акции. Сегодняшний день как раз направлен на поддержку нуждающих семей. Сегодня очень тяжелое экономическое положение, цены меняются, мир меняется, идет цифровизация. Но мы не должны забывать о тех нуждающих, которые рядом с нами. Я присоединяюсь ко всем нашим акциям. У нас Центр поддержки матерей и желает всем нашим гражданам присоединиться к такой серьезной акции по поддержке нуждающихся семей. Спасибо. Құрметті қазақ елі, сіздер садақа жәшікке 20 теңге, 50 теңге, 100 теңге сала отырып, Сарыағаш медресесінде құрылып жатқан құрылыстарға, және де сол жерде оқып жатқан 1000 баланың оқуына, омен қатар 100 отбасыға азық-түлік таратуға, және де сол 100 отбасының қара қазанын қайнауға үлес қосып жатырсыздар. Берген садақаларыңыз қабыл болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.